Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Бүгін қысқаша Toyota Estima деген көлікке сіздерге шолу жүргізіп өтейік. Міне, қозғалтқыштың көлемі 2-4. Кәдімгі 2 азы FE деген қозғалтқыш Toyota Camry'ларда, 30-ларда, 35-терде, 40-тарда тұратын қозғалтқыш осы көлікте. Беріліс қорабы вариатор, яғни CVT деген май құйылады. Осындай көліктер өкінішке орай қазіргі таңда Қазақстанға кіргізілмейді. Біз өзіміз мына көлікпен 4-ші жылды мініп жүрміз, айдап жүрміз. Біздің жанұямызға өте ұнайды. Дизайнында әдемі, келбеті деп айтуға болады әдемі, жүрісі ерекше. Жүрісін білесіздер, Estima'ның жолға шыққанда, алыс жолға шыққанда таптырмайтын көліктер. Осындай Estima Alphard дейді, бірақ та Alphardқа маған көп ондай ұнамайды. Себебі қатты жел соққанда Alphard дұрыс жүре алмай қалады. 2006 жылғы Estima. Кілтсіз есік ашу. Қазақша айтқанда келесіздер. Ойбай, жуғаннан кейін күтей. Ет қаптым, не? Жүк салғыш орны осындай. Үлкен бір ванна сияқты, ішіне талай зат сиіп кетеді мұнан артына. Мына жерде артында кішігірім 3 адам отырады. Алдыңғы 2 орындық ортаңғы, яғни капитан орындықтар деп айтамыз. Сондай. Көлік жуатын жерге апарып осылай болып тұр керек. Мына жарығы бәрі қосылады. Адамдарға арналған, адамдар үшін жасалған көліктер ғой. Жапондар 2006 жылы осындай көліктерді әдемі ғып, ыңғайлы ғып шығарған. Енді не, артқы жарықтары қандай? Осындай. Номерменді бір 9-ым аударылып кетті, жайт 6-да 99 болып тұр, жарайды деп етпейді. Енді ішін көрсете кетейік. Міне, қазір ішіне көрсете. Біреулер Estima'ны алайын, сатып алайын, сатып алмайын деген адамдар болса, соларға көрсете кетейін дегенім ғой. Estima'ның артықшылығын, Estima'ның қандай болатын ішінде. Міне мысалы, мынандай неше сияқты қалташалар көп өте. Міне қараңыздар. Міне қалташа бар. Мына жерге анау-мынаудың бәрін салатын қалташа бар. Содан кейін мына жерде тостақандарды қоятын нәрсе. Тостақан дейміз ғой. Соны тостақандар қоямыз. Немесе 0,5 литрлік бөтелке су және де сусындарды қоюға болады. Мына жерде темекі тартқанда күлін салатын. Құдай сақтасын, бірақ та біз ондаймен қолданбаймыз. Темекі тартпаймыз, күл салмаймыз. Но баяғыда Жапоннан келгенде біреу маған осындай сәлем жазып қойып беріпті. Осындай майы бар. Абайлап тебіңдер, жолдарың болсын деп жазып қойыпты. Және де жандағы отырған жолаушымызда осындай жүк салғышы бар. Қалташа астында мынандай қалташасы бар. Міне. Мына жаққа үлкен бөтелкелер сияды есіктегі қалташаларға. Соң кейін айналардың бәрінде кілт қосқанда қазір көрсетем. Жарығы жанады. Бәрі адам үшін жасалған. Мына жақтың бәрі міне осындай. Ортада орын бос. Және де ортаңғы отырған жолаушылардың тостақан қоятын және кішігірім үстел бар. Дастархан деп айтуға болады. Көрдіңіздер ма? Мынау былай. Осындай әдемі жасалған. Қараңыздар. Және де жылу жүйесі, климат бақылау дейді ғой. Осындай даладағы ауаның температурасын қарап отырасыз мына жерден. Беріліс қорабы вариатор,
7 сәтті мынандай қол ұстайтын қораптың басын ауыстырып тастадық. Әдемі Каспий KZ-тен алғамыз. 5000 теңге ма, 4,5 теңгеге алғамыз. Әдемі түр береді. Меңгерлік, мультимеңгерлік дейді. Міне, дауысты міне, өшірмен өшіріп қосасыздар. Және де ұялы телефонмен сөйлесуге болады. Bluetooth'ды қосып, мына жақта әндерді, тректерді ауыстырып, дауысын көтеретін, азайтатын осы жер. Тағы не бар? Ішінде ондай қатты көп не жоқ. Қазір ар жағынан барып, артқы орындықтарын көрсетем. Қозғалтқышты көрсетеміз. Ойланып жүрген адамдар болса, осындай көлік алайық па, алмайық па деп сіздерге. Ассалаумалейкум. Қалыңыз қалай? Ойланбай, жақсы күйде көліктер осындай кезіксе, ұсынамын. Осындай көліктерді алыңыздар. 4 жылға кетті. Жапониядан келген өзінің аккумулятор дейді ғой, өзінің аккумуляторымен тұр. Қозғалтқыш. Осындай 2-4 кәдімгі Камридің қозғалтқышы. Жәнегі суықтату, антифриз яғни. Анда-санда ауыстырып тұру керек. Сонда осындай тап-таза әдемі болып тұрады. Бәрі жабысқан. Алдыңғы бейне камерасы бар. Және де артқы бейне камерасы бар. Жарықтары керемет жанады. Қайталағыш дейді ғой. Бұрылғандағы шамдардың қайталағыш дейді. Солар қазір ішін көрсете кетейік. Айналары өте үлкен, өте керемет. Мына астыңғысын қарасаңыздар, артқы дөңгелектерді қарауға болады. Есік автоматты түрде ашылып, жабылады. Міне, осындай салоны. Іші осындай болады ағайын. Көп балалы жанұя болса, таптырмайтын көліктің бірі Toyota Estima. Осындай, мына жақта да, мына жерлерде де бөтелкелерді қоюға болады сулармен. Мына жерде де сол. Мына орындықтың артықшылығы капитан орындығының. Ол бұлай, не біреуді аяқтың астынан шығаруға болады. Қазір міне, мынаны шығарасыздар. Арқасын жатқызасыздар да. Кәдімгі төсек сияқты болады. Сондықтан біреулер ойланып жүрсе, осындай көлік алайық па, алмайық па, баламыз көп, бала-шағамыз көп, әке-шешем бар үйде, бәріміз бір 5 орындық көлікке сыймаймыз деп, үлкендеу бірдеңке алайық деп жүрсеңіздер, осындай Estima деген көлікті алу керек. Негізі керемет көлік. Өзіміздің жанұямызға ұнайды. Алдында қызыма қалжыңдап, мен мына Estimаны сатам дегенде қызым жылап жүрді. Әке, оны неге сатасың, жақсы ғой, Estima нем бар, оны сатып деген сияқты. Басқа көліктерді сатқанда қызым ондай әңгіме айтпаған маған. Ал осы жолы өстіп жиналыстырып қойсыздар. Сол ағайын. Біреуге қызықты болса, осындай күйде көлік тауып алсаңыздар, міне астын көрдіңіздер ме? Қанаттың астында қаптағыш. Көрдіңіздер ме? Осындай күйде көлік тауып алсаңыздар, онда ойланбай сатып алыңыздар. Ойланбай ғана сатып ала беріңіздер. Себебі мынандай көлік жанұяда таптырмайтын көлік. Жүрісі де ерекше, жәнегі күйі де ерекше, түрі де ерекше. Сондықтан ойланбай, жақсы күйде осындай Estimалар болса, сатып алуға кеңес беремін ағайын. Ассалаумағалейкум. Осындай Android 10 дюйм дейді ғой. 10 дюймді Android сал қойғамыз. Кез келген форматты бейнелер, жәнегі кинолар көруге болады. Сол ыңғайлы көлік. Мынаны былай ұстасаң, үй қайдасың сен? Батарея отыр қалды ғой деймін. Сол ағайын. Осындай көліктерге сұраныс әрқашанда бола береді негізі, жақсы болса. Сол. Есігін жабасыз да кете бересіздер. Сол. Қазақтардың, көп балалы қазақтардың үйінде осындай көліктер бола берсін.